Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге шифлера гүлімдегі болып жатқан өзгерістермен бөліскім келіп отыр. Алдында мен шифлера гүлін қалай көбейтеміз деген сұраққа видео салған болатынмын. Соның жалғасын, нәтижесін мен бөлісіп көрсетейін деп отырмын. Мына байқасаңыздар, мына шифлера гүлін мен мына жерінен кесіп алғанмын. Алдында видеоның ссылкасын описанияға қалдыратын боламын, көрсеңіздер болады. Осы шифлера гүлін жаннан шыққан бұтағынан мен мынаны үзіп алғанмын. Қарасаңыздар, тамырлады, нәтижесіз емес. Біраз уақыт өтті, бір ай уақыт өтті, бір айдың ішіндегі берген нәтиже осы мына. Тамыры жақсы. Мен бүгін бұны отырғызатын боламын горшокқа. Қалай отырғызғаным сіздерге маңызды деп ойламаймын. Кәдімгі гүлдерді қалай отырғызамын, универсальный топыраққа отырғызамын. Оны көрсетудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Сіздермен осы нәтижесімен бөлісіп кеткім келді. Және де мына қарасаңыздар, мен кесіп алған мына жерден жаннан мына бұтақтап боковой побектер шығып жатыр. Мына. Анық көрініп тұрсын. Мына жерден де шығып жатыр. Осы сәл, мыналары сәл үлкейгенде бұны да кесіп алып, тамырлатып көбейтуге болады. Мен көп сұрақтарға жауап бердім деп ойлаймын. Шифлера гүлін дәл осылай көбейтуге болады. Осылай көбейтіп, отырғызып, үйді гүлдендірсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.